Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер. Қазақстан Ақтау телеарнасы болашағы біртұтас ел айдарының жалғасы іспетті қазақ тілін үйрену бағытындағы кезекті сабағын назарларыңызға ұсынады. Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал «Казахстан Ақтау» предлагает вашему вниманию очередное занятие по изучению казахского языка, как продолжение передач под рубрикой «Болашағы біртұтас ел». Бүгінгі сабағымыз «Ел ертеңі жастар» деп аталады. Наш сегодняшний урок называется «Ел ертеңі жастар». Сабақтың мақсаты – ұлттық рухқа, ел жандылыққа тәрбиелеу, саналы, білімді, іскер азамат қалыптастыру, тіл үйренушілердің сөйлеу мәдениетін, өз ойын ортаға салу дағдыларын жетілдіру. Цель урока – освоить новые слова и словосочетания на тему «Ел ертеңі жастар» и научиться их использовать в разговорной речи. Жастар еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің болашағы. Бүгінгі жас ертеңгі ел тізгінін ұстайтын ел ағасы. Бүгінгі алдыңғы толқын аға буынның орнын басар. Ізін жалғастырар артында өсіп келе жатқан жастар екені даусыз. Еліміздің ендігі дамуы мен өркендеуі келешегі жастарға тікелей байланысты. Әрі білімді, бәсекеге барынша қабілетті. Сонымен қатар дені сау, яғни салауатты өмір салтын ұстануы алғышарт болып табылады. Молодежь – будущее нашей страны, нашего государства. Сегодняшний молодой человек – завтрашний уважаемый человек, который будет управлять страной. Сегодняшняя молодежь является бесспорной заменой старшему поколению, продолжающей их путь. Развитие и процветание государства в будущем непосредственно связано с молодежью. Важным условием для молодежи является образованность, наиболее конкурентоспособность, а также быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Ұлы ақындардың бірі Мағжан Жұмабаев арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қырағы, мен жастарға сенем дегендей бүгінгі қоғам қазіргі нарық бәсеке заманын талап етіп отыр. Жүректерінде жалын, бойларында күштері бар. 21 ғасырдың жастары замана көшімен ілесе отырып, кемел келешекті өз қолдарымен жасары сөзсіз. Бүгінгі жастар мемлекетіміздің ертеңін ойлайтын ел тұтқасын ұстар азаматтар. Бұл ұлы сөзді елбасы ешқашан естен шығарған емес. Мемлекет басшысы жастар үшін қазіргі таңда жан-жақты жағдай жасап, үлкен мүмкіндіктер туғызып отыр. Ең алдымен бұл деген жастарымызды пайдалы еңбекпен қамту, ел ертеңі үшін маңызды істерге жетелеу. Сегодняшняя молодежь – будущая опора страны. Граждане, думающие о завтрашнем дне нашего государства. Эти великие слова неустанно повторяет наш президент. Ныне руководитель государства создает все условия и возможности для молодежи. 21 ғасыр Қазақстан жастарының алдына жаңа талап қояды. Жоғары оқу орнын бітіру өте жақсы, бірақ ең бастысы әр адам өз ісінің шебері болу керек. Нарық экономикасы жастардан білікті болуды талап етеді. Перед молодежью Казахстана 21 век ставит новые требования – обучаться в высшем учебном заведении. Очень хорошо. Но самое главное, каждый человек должен быть мастером своего дела. Рыночная экономика требует от молодежи быть квалифицированным и компетентным в своей профессии. Сондай-ақ өзіңнің туған халқының тарихы мен мәдениетін, салт дәстүрін білгенің дұрыс. Мемлекеттік тілді жақсы білуің керек. Қазіргі жастар бірнеше шетел тілін үйренуде. Әрбір жас бірнеше мамандықты игеруге ұмтылады. Қазіргі нарық заңы осындай. А также должен знать историю и культуру традиций своего народа. Хорошо владеть государственным языком. Современная молодежь изучает по несколько иностранных языков. Каждый молодой человек стремится владеть несколькими специальностями. Таков закон современного рынка. Ел болып еңсесін көтергеніне ширек ғасыр болған егемен еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақ. Ал халықтың ықыласына бөленіп, еліміздің жарқын болашағын құру, ерінбей оқу мен талмай ізденудің нәтижесінде болмақ. Дүниенің сырын білуге ашылатын есіктің кілті ол әрине білім. Современное молодое поколение. Будущее нашей независимой страны, которая исполнилась четверть века. Строительство светлого будущего страны можно достичь в результате неустанного труда. Ключ познания мира – это знание. Ұлттың болашағы білімдінің қолында екенін ұмытпай, өткенімізді біліп, бүгінімізді түсініп және ертеңімізге сеніммен қарап, елдіктің туын, ерліктің жырын дәріптеу жастардың еншісінде екенін есте ұстауға тиіспіз. Молодежь – воплощение всех наших надежд на будущее. Построить светлое будущее нации. Вот где можно приложить усилия, развернуться нашей креативной, динамичной молодежи.
Болашақтың тізгін ұстар жас буынның тәрбиесіне ата-бабамыздың қалай мән бергені туралы қысқаша мәтінмен танысып өтейік. Мемлекет болашағы жастар. Бала мен болашақ ұрпақ мәселесі көшпелі жұртшылықтың қашанда назарынан түсіп көрген емес. Ең ұлы адамдардың өздерде балам болса деп армандайды. Бала келешек өмірдің тірегі. Мұрагер жоқ отбасының болашағы да жоқ. Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді дана халқымыз. Баласын ақылды да көрікті, әрі тәртіпті тәрбиелеу үшін ата-бабамыз қолдан келгеннің бәрін істеумен болды. Көшпенділердің өз ұрпақтарына қалдыратын аманаттарын былай жіктеуге болар еді. Нәрестенің бесігінен бастап, оған қатысы бар заттардың барлығына құрметпен, ұқыптылықпен қарау, келешек ұрпақты өмірге әкеліп, тәрбиелейтін әйел затына сыйластықпен қарау, жастар мен жас сарбаздарды жылқыға, ат әбзелдері мен ер тұрманын дайындай білуге үйрету. Қымбатты көрермен, ендігі назарларыңызға ұсынылған мәтіндегі негізгі тірек сөздермен танысайық. Сөздік жұмысы. Болашақ. Будущее. Ұрпақ. Поколение. Көшпелі жұртшылық. Кочевой народ. Тірегі. Опора. Қоғамдық қатынас. Общественное отношение. Көрікті. Красивый. Нәресте. Младенец. Бесік. Колыбель. Сыйластық. Уважение. Сарбаз. Солдат. Қияға самғататын, жігерді жанайтын талап туралы айтылған ой маржандармен бөлісе отырайық. Талап талмас қанат. Мечта крылья, что усталости не знает. Ізденген жетер мұратқа. Кто ищет, тот всегда найдет. Ерді талап, құсты қанат ұшырар. Птице нужны крылья, а человеку мечты. Ынта болса адамда, қиын іс жоқ ғаламда. Сила желания непосильная осилит. Талапсыз бала, сөнген шала. Юнец, что цели не имеет, как костер без пламени тлеет. Терминологиялық хабарша. Бұл бөлімде Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы Республикалық терминология комиссиясының бекіткен терминдермен таныстырамыз. Брусчатка. Кеспекші. Буксир. Сүйреткіш. Бункер. Бункер. Бур. Бұрға. Буравчик. Қолбұрға. Весы автомобильные. Автомобиль таразысы. Весы технические. Техникалық таразы. Ветродвигатель. Жел қозғалтқыш. Ветроколесо. Жел доңғалақ. Вибровозбудитель. Колебаний. Тербелістер діріл қоздырғыша. Вибромеханизм. Діріл механизмі. Винт. Бұранда. Винт зажимный. Қыспа бұранда. Винт исправительный. Түзеткіш бұранда. Винт нажимной. Басушы бұранда. Винт регулировочный. Реттегіш бұранда. Винт самонарезающий. Өзі оятын бұранда. Винт соосный. Өстес бұранда. Винт стяжной. Тұтастырғыш бұранда. Винт толкающий. Итерме бұранда. Винт тянущий. Тартпа бұранда. Винт упорный. Тірек бұранда. Винт установочный. Қондырма бұранда. Винт ходовой. Жүрістік бұранда. Влагомер. Ылғал өлшеуіш.
Қазақстанда бір шаңырақ астында өмір сүріп жүрген түрлі ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, ынтымағы басқа мемлекеттерге үлгі. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін өзге ұлттың өкілдері айтарлықтай көбейгені де басты жетістігіміз. Бұл нағыз патриоттардың қазақ жеріне мемлекеттік тілге деген құрметі болар. Олар тек қазақ тілін ғана емес, халқымыздың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын да құрметтейді. Ақтаудағы нөмірі 7-ші мектепте тілдер мерекесі аталып өтті. Оған қаламыздың этномәдени орталықтарының өкілдері, оқушылар және олардың ата-аналары қатысты. Мақсат оқушылардың өз ана тіліне деген құрмет сезімін арттыру, тіл мәртебесін көтеру, таза сөйлеуге үйрету, Қазақстан мемлекетінде тұратын барлық халықтардың тілдерін құрметтеу. Мерекеге әр ұлт өкілі өзінің ұлттық нақыштағы киімдермен келіп көпшілікті таңғалдырды. Бейбітшілік пен татулықтың белгісі болған көгершінді олар көкке ұшырды. Жалпы барлық осы 20 жылдыққа және тілдер мерекесіне арналған барлық іс-шараларда біздің мектебіміздің ұстаздары мен оқушылары жүлделі орындарға ие болып жатыр. Сонымен мақтан етеміз. Барлық қазақстандықтарды және Маңғыстау өлкесін осы мерекемен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мемлекеттік тілдің дамуына үлес қосып жүргендердің бірі Анастасия Галустян. Ол 11-ші сынып оқушысы, ұлты Удин. Қазақ тілін өз ана тілінде жетік меңгерген. Мемлекеттік тілді 3-ші сыныптан бастап үйренген оқушы қыз талай байрақты бәсекелерде жеңімпаз атанып, білім ошағының абыройын асқақтатып жүр. Мен қазақ тілді өте жақсы көремін. Оны меңгеруге маған достарым және апайым Гүлжан көмектесті. Мен тіл парасат деген сайысында бірінші орын алдым, бас жүлде. 2 жыл бойынша қалалық және облыстық олимпиадаларда бірінші орын алып келемін. Мен тілдер мерекесімен барлық қазақстандықтарды құттықтаймын. Қазіргі таңда орта білім ордаларында 1400-ден астам оқушы оқиды. Оның 30-ы өзге ұлт өкілдері. Шара соңында әр ұлт өкілдері өз мәдениетін көрсетіп, көпшіліктің қошеметіне бөленді. Құрметті көрермен, ел ертеңі білімді жастар. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей, қазақ жастарын білімге бағыттайық. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстанның болашағы бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер, Қазақстан сол деңгейде болады деп атап көрсеткен. Еліміздің болашағы жастардың еңбек қорлығына, талап тілегіне, арман мұратына байланысты. Олар ата-бабаларымыздан мұра болып келе жатқан құндылықтарымызды, тарихи дәстүрлерімізді жаңғыртып, оны алға бастырып қана қоймай, экономикасын жігерлене елі үшін еңбек етуге міндетті. Ендеше жастар еңбек жолына түскенде ғана қоғамын өрге бастыра алады. Отаншыл халық жастары болмаған елдің болашағы қараңғы. Сондықтан өз өмірімізді айқындап, мақсаттарды да жүзеге асыра отырып, уақыт пен күш қуатты дұрыс жұмсай білуге тиіспіз. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған әріптесім Әсем Сартбаева және мен Мұхамбет Қазанғап. Эфирде қайта көріскенше аман сау болыңыздар.